Жас мамандарды жұмысқа орналастыру мақсатында бәсекеге қабілетті бүгінгі маман, ертеңгі еліміздің болашағы тақырыбында студенттер форум өтті. Шараға өңірдегі колледждердің биылғы түлектері мен жұмыс беруші мекемелер шақырылған. Форумды облыстық кәсіпкерлер палатасы мен білім басқармасы ұйымдастырды. Студенттер форумына жақында қолдарына диплом алатын жас мамандар келді. Жұмыс беруші мекемелердің қызметкерлері жас мамандарға жұмысқа орналасу кезінде түлектерге қандай талаптар қойылады тақырыбында шеберлік сыныбын өткізді. Шара барысында облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері түлектерге бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жастар қандай бизнес түрімен айналыса алатыны туралы ақпарат берді. Шара аясында Кимеп университеті мен облыстық кәсіпкерлер палатасы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бүгінгі колледж бітірушілерге жұмыс орналасу, жұмыс табу деген мәселесі. Соған байланысты оқу орындары әлеуметтік серіктестермен қарым-қатынасын нығайту керек. Сол үшін осы форум бүгін ұйымдастырылып жатыр. Осы форумда Кимеппен шартқа қол қойылды. Ол шартқа қол қойған мақсаты немесе біз тек қана рабочий мамандықта дайындау керек емес, бізді әсіресе менеджерларды дайындау керекпіз. Басқа мекеменің басшыларын дайындау керекпіз. Сол себеппен MBA оқу туралы, мини MBA оқу туралы сол меморандумға қол қойылды. Өңірде 24 техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары бар. Оның 14-і мемлекеттік болса, оны жекеменшік. Оларда барлығы 82 мамандық бойынша жас мамандарды даярлайды. Мәселен, биыл колледждерді 5496 студент бітіреді. Қазіргі таңда өңірде мынандай мамандар ауадай қажет. Енді ең маңызды мамандықтар дәнекерлеуші, электрушы, немесе технологиялық, техникалық мамандықтар. Сосын повар дейміз да, аспаз, сол мамандықтарда қажет болып тұр бүгінгі таңда. Гуманитарлық мамандықтарда қажет. Немесе әр мектептерде оқытушылар жетіспейді. Оқытушылардан математик, физик дейміз, сондай мұғалімдер жетіспейді бүгінгі таңда. Сол үшін біз ойлап тұрмыз енді. Колледждар сол мамандыққа ориентировал керек, сол мамандықтар бойынша студенттер дайындау керек деп. Форум аясында Маңғыстау облысының кәсіпорындары атты көрме ұйымдастырылды. Оған 5 мекеме қатысты. Онда компания өкілдері өздерінің мекемелер туралы кеңінен таныстырып, бос қызмет орындарын ұсынды. Пришли с той целью, чтобы найти страховых агентов. Біздің компания жас мамандарды тегін оқытып, 25 адамды жұмысқа қабылдауға дайын. Жас мамандарды күтеміз. Бізге менеджмент саласы бойынша мамандар қажет. Студенттер шараға келген компаниялар туралы мәлімет алып, ұсынатын қызмет түрлерімен танысты. Сондай-ақ білікті мамандармен тілдесіп, түйіндемелерін қалдырды. Көптеген мекемелермен танысып, олармен тікелей сұхбаттасып, соларға мен бір-екі өзіме маған мүмкін болады-ау деген мекемелерге өзімнің резюмемді тапсырып тастап кеттім. Мен осыдан нәтиже шығады деп ойлаймын. Осындай студенттер форумы келесі жылда өткізіледі деген сенімдемін. Конечно, там же сразу на месте резюме. Мен 4-ші курста оқимын. Жақында диплом алатын болған соң жұмыс іздестіріп жүрмін. Мұнда түлектерге білікті мамандар семинар тренинг өткізді. Бірнеше компанияның өкілдерімен тілдесіп, түйіндемемді қалдырдым. Осындай форум жалғасын тапса, жас мамандарды жұмыспен қамтуға толық мүмкіндік бар деп ойлаймын. Форумға қатысушылар өңірдегі оқу орындар даярлайтын мамандықтармен танысып, студенттер жасаған қолөнер бұйымдарын тамашалады. Мәселен, Жаңаөзендегі Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы мұнай және газ колледжінің студенттері көрмеге зертханалық жұмыстарды орындауға арналған қондырғыны макетін алып келген. Бұл сорап мұнай күйінігіндағыдай кеңінен қолданылады. Бұл сораптың яғни жұмыс істеуі осылай жұмыс істейді, яғни
электрқозғалтқыш көмегімен қиылшеткіш атомды механизм қос жөнінде еселі қарсылы қозғалысқа келтіру арқылы сұйықты айдау линиясынан сору линиясы бойымен айдайды. Бұл сораттың қолданылу аймағы бұл, яғни мұнай өндірісінде және оның ішінде бұрғылау скважиналарына бұрғылау ерітіндісін айдауға және өндіру скважиналарында өндірілген өнімді тасымалдауға және айдауға және скважиналар жер асты жөндеу кезінде жуу сұйықтары мен тұншықтыру жұмыстарын орындауға арналған сорат. Бұл форумның бізге өте маңызды екенін айта кеткім келіп тұр. Себебі деген осы балдар, бітіруші топтың балдары өз көзімен қандай мекемелер бар, қандай колледждер бар, мекемелердің қандай көмегі бар екен өздерінің көзімен көріп отыр. Жалпы біздің колледжде биыл 401 бала бітіреді. Соның ішінен қазіргі бүгінгі таңда 86 бала жұмыс жасайды. Оқу бітірмесе де жұмысқа кірген мамандығы бойынша 50 баладай. Ал Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Ақтау көлік колледжінің студенттері тұрғындарға арналған теміржол көпірінің макетін таныстырды. Маңғышлақ станциясының жанына орналасқан водник тұрғындары қазір осы теміржолды жаяу кесіп өтуге мәжбүр. Егер де біз Маңғышлақ станциясына осындай көпір салатын болсақ, қазір водник тұрғындарына қауіп төнбейтініне кәміл сенімдіміз. Колледждің қызметі кәсіпорындар үшін кадрлық потенциалды қалыптастыру. Бұл өз кезегінде жұмыс берушілер мен оқу орындары арасында сенімді қарым-қатынасты қалыптастыруға келеді. Аталмыш шараға 500-ге жуық студент қатысты. Форум биыл алғаш рет өтті. Ұйымдастырушылар келер жылы да осы шара жалғасын табатын жеткізді.